Қазақстанның халықаралық байланыстары. Балалар, 1991 жылдың 16 желтоқсанына дейін еліміз Қазақ КСР Кеңес одағының құрамында болған кезде республиканың сыртқы саясат мәселелерін өздігінен шеше алмады. Тек тәуелсіздік алғаннан кейін дербес сыртқы саясат жүргізуді қолына алды. Ол Қазақстанның дүниежүзілік халықаралық жағдайдағы өзінің орнын анықтау үшін өте қажет болды. Қазақстан Республикасы Конституциясы бойынша еліміздің сыртқы саясатының негізгі бағыттарын ел президент анықтайды. Сол бағыттарды жүзеге асыру сыртқы істер министрлігіне жүктеледі. Ал сыртқы саясат қызметінің заңдық негізін республика парламенті белгілейді. Қазақстанның сыртқы саясаты тұжырымдамасының негізгі бағыттарын республика президенті Назарбаев өзінің еңбегінде анықтап берді. Сыртқы саясаттың негізгі мақсаты еліміздің саяси және экономикалық реформалар негізінде дәйекті даму үшін қолайлы сыртқы ортаны қалыптастыру және қолдау болып табылады. Балалар, Қазақстан Еуразиялық аймақтың дәл ортасында, шығыс пен батысты байланыстыратын көлік және коммуникация желілерінің түйіскен жерінде орналасқан. Экспортының негізгі бөлігін шикізат құрайды. Халықаралық аренада көп қырлы бағдар ұстанады. Оның мәнісі таяу және алыс шет елдердің бәрімен өзара тиімді ынтымақтастықты дамыту. Бұл бағыттағы стратегиялық міндеттер еліміздің тәуелсіздігі, оның аумақтық тұтастығы, шекараларының бұзылмайтындығы сияқты ұстанымды үнемі ескеріп отыру деген сөз. Ең бастысы Қазақстанның Европа мен Азияның түйіскен аймағындағы жолдардың торабында орналасқан географиялық жағдайынан туындайды. Таяу көршілер Ресей, Қытай, Орталық Азиядағы ислам мемлекеттері, таяу және орта шығыс елдері маңызды әлемдік орталықтар болып табылады. Қазақстан сонымен қатар әлемдік екі діннің, ислам мен христиандықтың тоғысқан жері. Балалар, Қазақстан ежелгі Азия мен Европаны байланыстыратын Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан ел. Жыл сайын Қазақстанда 1,5 миллиардтан астам пайдалы қазба игеріледі. Балалар, Қазақстан қашан тәуелсіз ел болып жарияланды? 1990 жылғы 25 қазанда Қазақстан егемендігі туралы декларация жариялады. Сөйтіп дүниежүзілік қоғамдастыққа енуге мүмкіндік алды. Ал 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздік алды. 2 аптаның ішінде Қазақстанды 18 ел мойындап, ал бірінші болып елімізді таныған ел Түркия болды. 1999 жылы елімізді дүниежүзінің 150 мемлекеті танып, 106 мемлекетпен дипломатиялық қатынас орнатылды. Қазіргі Қазақстан шет елдерде 30-дан астам дипломатиялық және консулдық өкілдіктер ашты. Алматы мен Астанада 50-ден астам шетелдік елшілік және халықаралық ұлтаралық ұйымдардың 16 өкілдігі жұмыс істейді. Республикамыздың сыртқы саясат ведомствосы ұлттық мүдде мен жалпы азаматтық мүдделерді үйлестіріп жүргізетін дипломатиялық саясатқа кірісті. 1992 жылы наурызда Қазақстан Республикасы Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі болып қабылданды. Назарбаев ақш-тың, Ресейдің, Францияның басшыларымен ұзақта күрделі келіссөздер жүргізіп, 1994 жылы ядролық қаруды Қазақстан аумағынан мүлдем жоюға кірісті. Бұл өте құнды келісім болды. Ядролық қаруды өз жерінен көшіру үшін республика $84 миллион алды. 1995 жылдың 26 мамырында ядролық қарудың соңғы бөлшектері республика аумағынан әкетілді. 1995 жылдың 30 мамырында Семей сынақ алаңында қалған ең соңғы ядролық заряд жойылды. Балалар, Қазақстан өзінің сыртқы саясатында мына төмендегі аймақтық саяси одақтарға сүйенеді. АОС-ШК Азиядағы өзара ықпалдастық
және сенім шаралары жөніндегі кеңес 1992 жылдың қазан айында болды. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында Назарбаев бұл ұйымды қолдап сөз сөйледі. Еуразиялық одақ 1994 жылдың наурыз айындағы Мәскеуге сапары кезінде Назарбаев бұл одақты құру туралы мәселе көтерді. 1992 жылдан бастап Қазақстан экономикалық өзара қарым-қатынас ұйымына шет елдермен мүше болды. Балалар, Қазақстан сыртқы саясатында басты үш мәселеге ерекше назар аударады. ТМД, Азия, Европа елдері, ақш, Тынық мұхит, Таяу шығыс аймағы елдерімен халықаралық байланысты өркендету. Мәдени-экономикалық байланысты күшейте отырып, алдыңғы қатарлы өркен ниетті елдердің қатарына қосылу. Қазақстанның сыртқы саясатында ерекше назар аударатын мәселе көрші мемлекеттермен, солтүстікте Ресеймен, шығыста Қытай Халық Республикасымен ойдағыдай қарым-қатынас орнату. Балалар, Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін егемен мемлекет ретінде халықаралық аренаға шықты. Осы уақыт ішінде Қазақстанды 100-ден аса мемлекет танып, олармен елшілік және өкілеттілік дәрежеде дипломатиялық қатынастар орнатылды. Республиканың сыртқы саяси бағыты шекаралас мемлекеттермен, ТМД-ның мүшелерімен өзара тиімді достық қатынасты сақтау, сондай-ақ басқа да мемлекеттермен әділеттік және халықаралық серіктестік негізінде жан-жақты байланыстарды дамыту. Балалар, 2010 жылдың алғашқы күнін Қазақстан Республикасы халықаралық беделді ұйым Европадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қызметінен бастады. 2010 жылы 14 қаңтарда Австрияның астанасы Вена қаласында Қазақстан Республикасының Европадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық қызметіне кірісуіне орай президент Назарбаев үндеу жолдады. Европадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге қалыптасқан дәстүрге сәйкес, біздің төрағалық ететін елдің мазмұнды бірізділдеуін білдіретін іс басындағы төрағалық ұранын жарияладық. Қазақстандық төрағалықтың ұраны 4Т: Trust – сенім, Tradition – дәстүр, Transparency – ашықтық және Tolerance – төзімділік болады дедік. Қазақстанның сыртқы саясаты жан-жақты жетіліп өрлеу кезеңіне кемел шағына көтерілді. Қажетті дипломатиялық инфрақұрылым жасалды. Концептуалды тұрғыда сыртқы саяси басымдықтар анықталды. Қазір еліміз әлемдік қоғамдастықтың ажырамас бөлігіне айналды деп сеніммен айта аламыз. Бұл қазақ халқының үлкен тарихи жеңісі.